Ол жүрек деп. Немесе осылай айтқан бір хадисінде мағынасы. Яғни жүрек бұзылса адамның бұзылатындығы, жүрек түзелсе адам да түзелетіндігі айтылады. Ол көпшілігімізге мәлім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадистердің бірінде пайғамбарымыз айтады: Алла тағала сіздердің денелеріңізге, суреттеріңізге қарамайды дейді. Рас қой. Қайда қарайды екен? Жүректеріңізге, амалдарыңызға қарайды дейді. Яғни бірінші орында Алла тағала жүрекке қарайды. Алла тағаланың сіз намазға тұрардан бұрын, дәрет алардан бұрын, қандай да бір амал жасардан бұрын бірінші Алланың сізге қарайтын жері ол жүрек. Жүрек түзелмей, адамның амалы түзелмейді. Хадис бар ғой. Егерде сен бір жаман амал көрсең, мүнкар, оны шаман келсе, қолыңмен түзет. Оған шаман келмесе, тіліңмен түзет. Егер оған да шаман келмесе, жүрекпен түзет. Және біл, одан кейін басқа иманнан бір зәредей, қылдай нәрсе жоқ дейді. Осы хадисті біз төменнен жоғары шығайық. Жоғарыдан төмен емес. Бірінші орында, яғни бір нәрсені көрсек, яғни бірінші тәртібімен хадисте былай келеді ғой. Қолмен амал жасау, болмаса тілмен, болмаса жүрекпен деп. Және жүрек ең соңғы нүкте дейді. Бәлки жүрек бірінші нүкте. Өйткені иман бірінші орында жүректен басталады. Бүкіл ислам үмбетінде, ақидада иман үш бөлікті білдіреді деп айтады. Біріншісі жүрекпенен тану, білу дейді. Екіншісі сол жүректегі нәрсені тілменен айту дейді. Дұрыс па? Яғни қараңызшы, хадистің теріс кереғары болып жатыр. Яғни бірінші жүрек, сонан соң тіл, сонан соң барып амал дейді. Бірақ бұл амалдығында талас бар. Біреулер амалды иманның шартынан деп, анық деп айтса, біреулер иманның шарт емес, иманның уәжібі дейді. Яғни шарт деген фарз, уәжіп деген парыздың інісі, айырмашылығы кішкентай ғана нәрсе, қарасаңыз, бірақ соған жатып алып таласатындар бар кейбіреулер. Жоқ ол деп. Енді әркім әрқалай дәлел айтады. Егер шариғат болғаннан кейін бұған ықтият, анығырақ, мықтырақ қылып, кеңірек қарайтын болсақ, мысалы, арақ ішіп өліп қалған адамға біз жаназа шығарамыз. Біз үлкен күнә жасаған адамды кәпір демейміз. Дұрыс па? Онда, яғни жүрегіменен иманды қабылдамаған адам кәпір. Тіліменен кәпір сөзін айтқан адам кәпір. Діннен шығады. Бірақ амалында күнә жасаған адам кәпір болмайды. Осы жағынан айырмашылықта және хадистің келу дәлдігінің бәрі дәләләту занни, қат'i емес, занни дәләләт қылғаннан кейін бұл дәрежесі шарт емес, дәрежесі төмен түседі. Яғни иманды адам болу үшін бірінші жүректен қабылдайсыз, екінші оны тілмен айтасыз деп осы жерден тоқтайды. Ал кім-кім жүрекпен айтып тілмен қабылдаса, міндетті түрде оны амал міндеттейді деп амалды уәжіп қылып шығарамыз. Менің бірақ айтайын деп тұрғаным амал жайындағы емес, бұл мәселенің таласының кім қай жағынан келгенінде емес, бауырлар. Менің айтпақшы болған мәселем жүрек еді. Яғни иманның да ұясы жүрек. Адамның түзелуі, түзелмеуі де орны жүрек. Алла тағаланың қарайтын орны да жүрек.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алла тағала лағып тұрған жүректен дұғаны қабыл қылмайды дейді. Дұға деген ғибадат болса, құлшылық болса. Сіздің жүрегіңіз лағып жатса, айдалада. Ғибадатыңыз да қабыл болмайды. Онда ғибадаттың да қабыл болатын орнына себепкер болатын нәрсе не? Қайтадан жүрек. Яғни жүрек ол маңызды, біздің өмірде маңызды рөл атқарады. Біздің ғибадатымыздың қабыл болуы, Алланың бізге назар салуы, иманымыздың орнығатын орны, осылай айтыла берсе, жүректің исламдағы орны үлкен. Ал егер жүрек туралы осылай айтылған екен, біз жүрек түзелмей, біз түзелмейтін болсақ, жүректі түзетпей, біз де түзете алмайтын болсақ өзімізді, онда қалай түзетеміз жүректі? Мысалы, көп жерлерде айтылады. Мысалы, фиқх кітаптарында жазылады. Намазды бұлай оқу керек, оразаны бұлай тұту керек, бұлай жүру керек, бұлай тұру керек дейді. Бірақ намазда жүрек қаяға қарап тұру керек дегенді айтыла ма? Фиқх кітаптарының бәрін ақтарып шығыңыз. Айтылмайды. Ақида кітаптарының бәрін ақтарып шығыңыз. Айтылмайды. Бәлки сахабаларда Абдулла ибн Рауаха деген сахаба айтады екен, «Хайя ну'мину саа» деп. Келші, бір кез, бір сәт, кішкентай ғана сәт иманымызды шарықтап алайықшы дейді екен. Яғни адам деген тек қана амалда емес, кейбір бауырларымызда шынымен айтып жататындай бар. Менің намазым қалды дейді да, осы исламнан. Бірақ намаздың өзін кейде дәмсіз орындаймын дейді. Бола ма сондай жағдайлар? Болады. Дәмсіз орындайсыз. Астағфирулла, ықылас туралы айтылған сөздер көп. Әлі де келеді иншалла ол жайында. Бірақ ойлаңыз, Алла тағала лағып атқан жүректен дұға қабылдамайды деді. Сіз намаз оқисыз, бірақ намазда жүрегіңіз далада жүреді. Жасаған саудаңызда жүреді, істеген амалыңызда лағып жүреді. Ол қандай мәселе болды? Намазыңыз қайда кетті? Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның намаз оқу әдісі бөлек еді. Намаз оқып жатқанда ол кісі хадисте келеді. Мыс қазан қайнап жатқандай дыбыс шығатын дейді ол кісінің жанынан. Яғни жылап тұрып намаз оқитын. Ол намаздардың дәмі қайда жатыр да, біздің намаздардың дәмі қайда жатыр? Жүректі түзетпей амал түзелмейді. Оған айтатын себебім сол еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін сол бір хадисінде айтады. Ешқандай амалды менсінбестен тастама дейді. Сен бір күнә жасасаң, сол күнәдан кішкентай ғана жүрегіңізге дақ басылады. Дұрыс па? Сол дақ басыла бергеннен жүректе қара дақ, кішкентай ғана қара сызаттың орнына қап-қара дақ болады. Дақ іш нәрсе емес, қап-қара қазандай күйе болады дейді. Пайғамбарымыз әлгі хадис, мен мағыналай айтып жатырмын. Сонда әлгі кісі адал менен арамын ажырата алмай қалады дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни жүректің барғандығы қараңызшы. Адам бірінші жүрегінен бастайды екен, күнәға да кіруі сөйтіледі. Ең бірінші жүректің түбінен бастайды. Бірінші бір амалды көреді да, оны жасамайды. Ол туралы жақсы сөз де сөйлемейді. Яғни қолы да тілі де одан бос. Жүрегі оны жек көреді. Тамаша орын, не? Бірақ күндердің күні, сол күнә амалға егер ол жүрегіне кіруге орын берсе, ол қалған жағының бәріне кіріп кетеді. Қалай? Яғни бір адам, ешқашан бұл дүниеде бір адам өзінен өз бірден тұрып, пәк жүрекпенен бірден күнә бастап кетпейді. Бірінші сол күнә жүрегіне жақсы амал болып көрінеді. Жақсы амал болмағанның өзінде жасай берсей деген жүрегінен орын ашылады оған. Яғни пара
енді бір әдеппенен пара алуға болады ғой дейді. Культурно пара алып қойсаң болады дейді. Бір бастық болып отырсын, саған біреу келіп, өзі сыйластықпен бер жіберсе, сыйластықпен қалтаңа салып жібердің болады. Немесе жаңа кейбір бастықтар сұрап алады екен, парасын сұрап алатқанда, осындай бер дейді екен да, бұны хадия деп берсей дейді екен. Не деп жатыр ол, андай культурада күнә жасаудың культурасы бар екен сондай. Мәдениетпенен күнә сұрап жатыр да. Бұны хадия деп берсей маған дейді екен. Сосын беріп атқанда артынан айтып қояды. Сен өзіңнің мойның алдың ба соны дейді. Қарсаңызшы, біліп тұрған адам, соны біліп тұрып жаса, бірақ жүрегіне орын берді да сол кісі. Жүрегіне сол пара алуға орын бар ол кісінің жүрегінде. Ол ертең не болады? Ол басында мүмкін сол параны алады да, бірақ жүрегінде деген оның қайтарымы болады. Жек көріп тұрады, бірақ ол алып қойды да, орын тапты одан. Екінші рет бұл кісі алғанда, өткенде алдым ғой деген орын кетеді да. Ана бір қалжың бар ғой. Бір кісі жаңадан джип машинасын сатып апты. Үстіне шаң жуытпай, қолында трәпкісімен сүртіп, бір тамаша қылып жолға шығып келе жатса, бір қызыл светофорға тоқтап қалса, артынан біреуге тарс еткізіп бір қойып, бітті ғой енді. Атып тұрса, бір көке отыр Запорожда, очки деген лупа мынандай. Айналайын балам, өзің жағдайым көріп тұрсың, түрім осындай, анау, мынау, әптен. Болды көке, болды. Бисмилля, жүре беріңіз енді, жарайды депті да. Запорож түрін қарай, торымыз болмайды ғой машинеде. Өзі әптен тозығы жеткен. Кешірдім дейді. Сөйтіп екінші светофорға барса, тағы да тарс ете қалады. Бүгін не болды өзі? Тұрса әлгі көке да қайтадан балам енді, болды көке, мақыл енді, бисмилля. Сөйтіп үшінші светофорға барса, тағы да тарс ете қалады дейді. Субханалла, мынау не болды деп артына қарсаң көке айтады дейді. Балам, жүре бер, мен ғой деп айтады дейді. Үйреніп қалғанда, яғни басында жүрекке рұқсат беріледі да, кішкентай рұқсат беріледі. Одан кейін ол рұқсат кеңейеді да сәл. Одан кейін мен ғой болады да, ештеңе етпейді ол. Яғни бір адам жұмысқа кіреді, сөйтіп жұмысқа кіреді да, жұрт алып атыр ғой дейді, сен де ал мынаны дейді. Бастыққа айтпай кішкентай бір керек болып тұреді, бір кішкентай бөліп алайын деп алудан бастайды сол. Біздің СССР мемлекетінде жүріп көргеніміз сол еді ғой, ана бастық үйін жаңағы машинелеп тасиды, оның замы мотоциклдеп тасиды, одан кейінгілер қолтықтап тасиды. Ең болмағанда ана қарауыл менен ана пол жуатын адам іш болмағанда сабын мен трәпкісін қолтығына салып кетеді үйіне. Сөйтіп кетеді ғой. Бүкіл сондай қылып үйренген, қанға сіңген нәрсе. Кейбіреулер соған фатуада шығарып қойған. Өкіметтікін ала берсең болады деген. Әдемі фатуада, яғни ол да бір культурны ұрлықтың бір түрі да. Өкіметтікі ғой ол, ала бер дейді, ештеңе етпейді. Ол да сенің ақыңды жеп жатыр ғой дейді да. Қарасаңшы, әдемі бір желеу тапты. Яғни сізге біреу тас лақтырса, сізде біреу тас лақтыр деген үкімді шығарып қойды да. Яғни саған біреу күнә жасаса, сен де оған күнә жасай сал деген үкім бар ма сонда исламда? Мысалы, сенен біреу ұрласа, сен де бар да ұрлап кет одан дейді. Сондай бар ма? Мысалы. Осылай ұрлық басталады. Бірінші жай алады. Мұқтажбын ғой, бір сылтау болады. Одан кейін ол нәрсеше қарапайым дүниеге өтеді. Жай баратта қалтаға салады, жай кете береді болды. Пара да, ұрлық да, арақ да солай ішілді. Яғни барлық күнә жүректен басталды. Жүректің түбінде орын кішкентай ашылды, рұқсат берілді. Оны жек көріп тұр да, дұрыс емес осы, бірақ алғызды да рұқсат берді. Рұқсат бергеннен кейін қол аяқ бағынды. Қарасаңызшы, жүрек екен ғой қол аяқтың патшасы. Жүрек екен. Ғалымдарымыз жүректе екі амал бар дейді. Біріншісі идрак, түсінік дейді. Екіншісі ирада, қалау дейді. Жүрек бірінші түсінеді дейді. Соны осылай ау деп. Екіншісі соны қалайды дейді. Сосын жасатады да, бұйрық береді қол аяққа. Мынаны жаса дейді, мен қалап тұрмын, маған керек сол. Әрбір адам күнәға бой алдырғанда бірінші қадам жүректен деп айттық па? Онда содан кейін оған тілге де, қол аяққа да
рұқсат беріледі. Естеріңізде ма? Бақара сүресінде Харут және Марут деген екі періште жайында. Оларға Алла тағала жерге түсіріп рұқсат бергенде не істеді олар? Әйбат, әдемі періште болып жүрді. Бірақ бір әйелге ғашық болды. Сөйтті да соның жүрегінен орын алам деді. Менің жүрегімнен орын керек болса, арақ іш деді. Бірінші арақ іш деген жоқ. Күйеуімді өлтір деді. Астағфирулла, өлтіре алмаймын. Адам өлтіру ол қалай ол? Күнә ғой, дұрыс па? Жүрегінде оған орын жоқ. Бірақ анау махаббат, рұқсатсыз махаббатқа орын бар да. Қазіргі жастардағыдай. Қазір жастарда агент деген нәрсе бар. Соған ұқсас телефонмен уағыз айтқыштар бар. Осылай уағызшылардың рұқсаты бар да. Жүрегінде орын тауып қойған сол. Рұқсат қой дейді да. Ол амалды жек көрмейді. Рұқсатпенен қабылдайды. Сөйтеді да ол рұқсат есігі ашылады. Сосын ертең артың жыртың басталады. Сосын бірнеше жылда біреулерде, бір жігіттерде сондай сөз бар. Мен оны күйеуге ертең мен оның күйеуімін, болашақ жарымын, ол менің жанымдегі жұбайым болады, мен оны көрмесем қалай аламын, пайғамбарымыз көр деген әдем сылтаулар, көр деген ондай, мұндай дейді да, сылтауменен қалай көру керек десе, 3 жыл, 4 жыл бойы жүріп жүре береді да, көріп. Солай да бар да. Яғни басында кішкентай нәрседен басталды да, сылтаудан. Ол мүмкін сауап амал сияқты болып көріне бастайды. Исламда рұқсат етілген амал сияқты басталады. Аяқ жағы барған сайын айниды. Яғни шайтан адамның жүрегіне бір арам тірлікті алып бару үшін 99 шындық айтады деген рас қой. Бір өтірік айту үшін 99 шындық айтады дейді. Бір кісі айтады дейді. Бір әулие кісі болыпты. Енді ол болған ба, болмаған ба, әңгіме бұның мағынасында жатыр. Бір әулие кісі жолда келе жатса, алдынан шайтан шығыпты. Содан енді ашуланып, бұл енді таяғымен ұрайын десе, шайтан айтты, тоқтай тұр. Мен бір сөзім бар. Ұнамаса естімейсің. Бір ауыз сөзім ғой, естіші, құлақ салшы дейді да. Ұнамаса қуып жібересің дейді. Мен сен білем ғой, тақуасың, мен сен жаныңа барамайын. Қарасаңшы, әдем сөз, рас қой, рас, аузу билля деп тұр. Мысалы, бірінші сөз дейді. Мен саған бір 3 насихат айтуға келдім дейді да. Саған өміріңе керек болады ғой, сондай таза адамсың дейді. Ал айтшал десе, естіп көрейік десе, біріншісі ешқашан тәкаппар болма дейді. Жақсы сөз, себебі мен дейді, тәкаппарлығымменен жәннаттан қуылдым. Ақылға қонады, тамаша сөз. Екіншісі дейді, ақылым. Бөтен әйелменен екеуің жалғыз қалма, үшіншісі мен болам дейді. Жақсы ақыл, Ал енді үшінші айтатын дегенде бір періште түсіпті да айтып, енді қу деген екен ананы. Анау қазір алдайын деп тұр сені. Яғни бұл енді осындай нәрсе. Адамға шайтан түрлі жол табады. Жүрегіне. Өйткені жүрегі бұзылса, амалының бәрі бұзылады. Білесіздер хадисті, бір адам сауап амалдар жасап жүргені сонша, ақыры жәннатқа кіруге бір қадам қалғанда не болады? Күнә жасайды да дозаққа кіреді. Бір адам дәл сондай соның қарама-қайшысы. Неге? Амалда. Қараңшы, бір амал бәрін бұзды. Бір амал. Ол амал өзінен өзі келе салған жоқ оған. Ол бірінші жүректен орын алды. Жүректен бастап азғырады шайтан. Қияметте де айтылады, Алла Тағала Құран-ы Каримде айтады. Шайтан менен адам келеді дейді. Сонда адам шайтанның жағасына жармасады дейді. Мынау мені аздырған, мынау дегенде шайтан айтады деді. Астағфирулла. Не деп атсың? Мен Құдайдан қорқам мен. Мен саған жай айттым ғой дейді екен. Қолыңнан тарттым ба? Желкеңнен сүйредім ба? Енді көретініңді өзің көр дейді екен. Мен сенен шеттемін. Қараңшы. Сол туралы Ибн Касир бір риуаяттар келіп айтады. Бір баяғыда құдайшыл адам болған екен. Соншалықты Құдайдан қорқатындығы, енді әдейі қысқартыңқырап айтып атқан, Құдайдан қатты қорқатындығы әлгі адамның.
Сонда әлгі адам барынша жаңалдегі тақуалық қылып шетте жүргендігінен адамдар бұл кісіні пәленше деген тақуа деген ат қойып кеткен екен. Аманатшыл екен ол кісі. Сонда бір соғыс болып, екі ағайынды өзінің қарындасын қайда тастарын білмей, сол тақуа адамның үйіне тастайық дейді. Тастайды да кетіп баратып, сізге аманат деп кетеді. Соменен бұл кісінің шайтан жүрегіне кіреді. Кіргенде жайлап кіреді ғой. Жайлап күліп амандассай дейді. Күлу сүннет қой дейді. Амандасып тұрсай, әйелге күліп қара, жұмсақ қара. Енді ағаларын сағынып жүр, сен ағасысың ғой дегендей. Жарайды деп күліп амандаса бастайды. Жүрегінде қаяу бар шығар, кішкентай әзіл айтып күлдіріп тұрсай, анда-санда басталады. Әзілдің жанында бәрі болады ғой сосын. Екеуің бірге тамақ ішіңдер дегеннен ақыры енді істің соңы сонымен қосылып тынады ғой сол қызбенен. Одан ол еш нәрсе бітпейді. Ол келіншек, ол қыз көтеріп қалады. Бала көтереді. Одан енді қалай құтылам деп қиналып жүргенде соғыстан қайтып атыр деген сыбыс келеді адамдар. Содан мынау босанса, мыналар келсе, менің атағым қайда болады деп сол жерде өлтіріп көміп тастайды. Қараңыз. Содан ағасы келеді, іздейді, сенеді ол кісіде жоқ екенін. Көреді, шығып кетіп еді, сіздер келе жатыр дегеннен ол қыз шығып кеткен, қашан деп айтып салады. Бірақ шайтан екі ағасына жолықтырып айтады. Мен күніге көретін ол қызды дейді да, бірақ сіздер келетін күні ғана, бір күн бұрын ғана көрмей қалдым дейді. Сендер соның үйін жөндеп көріңдерші. Негізі жақсы адам деп ойлайсыңдар. Бірақ мен пәлен жыл қоңсымын ғой ол кісіменен. Мен білем. Анда-санда сондай бір залымдығы да бар. Көріңдерші сонда да. Адам ғой ол деп қоймайды да. Сөйтіп, ана екі ағасы кіріп келсе, енді баяғының жері кәдімгі лай-сылақтан пол болған ғой, едені. Сол лай-сылақтың бір жері бұзылған, кәдімгі қара топырақ жер жатыр да, бос топырақ. Соны қазып кеп қараса қарындасы жатыр. Содан жанға жан бұны өлтіреміз деп, бүкіл жұрттың бәрі бұны үйін бұзып тастап, бұны енді бұл сондай атағының бәрінен бір күнде, бір уақытта, бір сағатта айырылып, дарғасып өлтірейін деп атады. Содан бір кісі айтады, бұл кісі шыпымағанда құдайшыл адам еді, енді құдайға табынымасын деп рұқсат береді. Құдайға бір сәжде қыл, енді саған рұқсат дегенде шайтан келеді көзіне. Сөйтіп айтады, пәленше, Алла жоқ деп айтсаң, мен сені құтқарамды алып кетем. Қыбладан теріс қарап тұр дейді. Содан менен басқа ешкім құтқармайды. Қарасай мына көпшілік сені өлтіруге кеп тұр деп қайта-қайта келе бергеннен жарайды деп қоллаға теріс қалап, Алладан басқа ешкім жоқ деген екен. Мынау әптен кәпір болды ғой деп асып өлтіріпті дейді. Сол туралы айтыла келе, сол Хашр сүресінің аяқ жағында айтады. Шайтан мен адам таласады. Сонда шайтан айтады дейді, пәленше, мен саған тек қана сөз айттым. Сөзде естіген жоқсың, әшейін жүрегіңе ой салдым. Болды. Мен сен қолыңнан тартқан жоқпын ол күнәға. Желкеңнен итерген жоқпын ол күнәға. Сен ол күнәға мені араластырма дейді екен. Қарасаңшы. Жүрек соның бәрін істеген. Жүректе орын, күнәға орын ашылса, адамның жүрегі бұзылса, осындай істерге барады. Онда жүрегімізді түзетпесек, жүрегімізді тәртіптемесек қайтеміз енді? Жүректі тазаламасақ. Жүрек таза болу үшін жүрекке лас кіретін орындарды бекітпесе таза болмайды ғой, Мысал, бір үй болса, сол үйдің енді терезелері ашық тұр. Сіз мына үйді сыпырып атсыз, далада жел тұрып тұр. Шаңды суырып. Үй таза бола ма? Болмайды. Тазалап кетесіз қазір, бірақ орнына қайтадан шаң қонады. Неге? Өйткені терезелер ашық. Жүректің де сондай терезелері бар екен. Сол орындар ашық тұрады екен, адамның жүрегі ластана береді. Сіз тазарта беріңіз оны. Ол бәрі ластана береді. Сол терезелер жабылмай, адам жүрегінде иманның тәттілігін, дәмін таппайды.
Ғалымдарымыз бұл жүректің терезесін екіге бөліпті. Біреуін хисси, адам сезетін, кәдімгі адам сезетін терезелер дейді. Ал біреуі мағнауи, мағыналы. Яғни адам қолмен ұстай алмайды, бірақ мағыналай біле алатын терезелер екен. Осы терезелерге тоқталып кеткім. Хисси дейді ғой. Жүректің сезетін терезелері бар. Сол терезелер үшеу: құлақ, ауыз және көз. Құлақ, ауыз және көз. Осы үшеуін жаппай, осы үшеуіне еге болмай, адам жүрегіне еге болмайды. Осы үшеуінен шайтан кіретін орындары болады. Адам арам нәрселерді естісе құлағымен. Бұл жерде құлақпенен тілдің қосылып кететін нәрселері бар. Мысалы, ғайбат сөйлеу. Ғайбат сөйлеу деген не десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: бір адам оны естігенде ұнатпайтын мінезін шындықпенен айту дейді. Яғни шын айту. Ол нәрсе шын да, шын. Бірақ ол адам оны естісе өзі ренжиді. Соны ғайбат деп атаймыз. Қазір кейбір бауырларымыз осындай өнегеге көшіп кеткен. Яғни ол адамды танымаған шығар, таныса да қазір білмеген шығар, қандай екен жүрегін жарып көрмеген шығар, сол мәселеде тіпті сөйлеспеген шығар. Сонда да пәленше туралы не дейсіз десе, бірден жауап бере береді ол. Рахат та. Пәленше ма? Ол ондай ғой, ол мындай ғой, ол мындай ғой. Тағы өзі сылтау айтқой. Бұл ғайбат емес дейді. Бұл діни мәселе ғой дейді. Рахат. Кім рұқсат бергенін, дәлел қаяқта, кәні? Қай ғалым соны мойнына алады, екінші бір адамның мойнына арқасына тұрып алып, сөйтіп сөйлей беріңдер деп. Қай сәләф салихтан келген екен? Бір сахаба екінші сахабадан сөйтіп айтқан кездері бар ма? Айтыңыздаршы. Бір сахаба екінші сахабаның сыртына: ой, анау ма, қоя сал, оны естімей-ақ қойыңдар, ол болмайтын нәрсе. Ол істеген ісі бөлек, айтқан сөзі бөлек, ол мына жерде, ол мынандай. Сондай бір мысал айтыңызшы бізден, сәләф салихтан. Біз таласпайтын сәләф салихтардан, яғни сахабалар, табииндардан, табииндардан. Ғалымдар мойындаған авторитет ғалымдардан бір адамның сыртына сөйлей беруге рұқсат деген. Өтірік сөз бар. Өтірік сөзді оңай айтамыз, бауырлар. Оңай, тілімізден зу етіп шығады да кетеді, болды. Оған еге де болмаймыз, ойланбаймыз да кейде. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда келген хадис бар. Бір адам өтірік сөйлей бергеннен Алла тағала ол кісіні аспанда өтірікші деп жазып қояды дейді. Түсінесіз ба? Сіз сондай болғыңыз келе ма? Аспанда кәззаб деген жазудағы егесі болғыңыз келе ма? Астағфирулла, я? Қандай ауыр нәрсе. Өтірік куәгер береміз. Біреудің сыртынан әшейін сөйлеу емес, сөз тасу деген де бар. Сөз тасу бар. Сөз тасу деген не десе, хумазатил лумаза деген аят бар, е? Уайлулли кулли хумазатил лумаза. Сонда сөз тасушылар туралы айтылғанда, соған ғалымдарымыз тәфсір бергенде, сөз тасу дегеніміз дейді, екінші бір адам менен, яғни екі адамның арасында бір-бірін салып қою үшін тасылған сөз тасу болып саналады дейді. Яғни екі адамды бір-біріне ұрыстыру мәселесін, екі адамды бір-біріне шағыстыру мәселесінде айтылатын сөздер. Яғни бір адамға барып, ана пәленше сен туралы былай деп жатыр. Ол айтқан шығар, иә. Бірақ сіздің неңіз бар о жерде айтып? Не шаруаңыз бар о жерде айтып? Сізден сұрады ма соны? Бір кісі айтады екен, сондай бір қарапайым кісі болған екен. Алдына біреу келіп, пәленше сен туралы ана пәленше осылай деп жатыр десе, сен қалай менің алдымда мені балағаттауға ақың бар дейді екен. Сөйтсе, мені балағаттап жатқан жоқпын ғой, мен айтып тұрмын ғой, пәленше айтып жатыр десе,
оның айтқанын естіп тұрған жоқпын ғой, маған сен айтып тұрсың дейді екен. Яғни сен айтып тұрсың маған оны дейді екен. Мен одан естіген жоқпын мен оны. Екі адамның арасын ұрыстыру мүлде дұрыс емес исламда. Бұл адамға астағфирулла Алла тағала үлкен азаптарды уәде етеді. Сөз тасуды. Осының барлығы тіл менен құлақтың түсіп кететін орындары. Бұл орындардың біреуі сол тілге еге болатын болса, құлаққа еге болатын болса, тағы бір айтатыны адал лұқма. Адал тағам. Адал тағам дейміз, бауырлар. Рас, қазақта сөз бар. Ақыретке таман барғанда мәкрухсыз намаз оқылмайды, қылсыз тамақ желінбейді деген сөз бар, естігенсіздер ме? Ол рас нәрсе. Адам намазында түгендеп оқи алмайды шындап келгенде. Шындап келгенде тамағында түгендеп жей алмайды. Бірақ фаттақуллаха мастатаътум деген сөз бар. Шамаларың келгенше Алладан тақуалық ет дейді. Шаманың келгенше дегесін, сол шамаңызды сіз адамдардың алдында айтпай-ақ қойыңыз. Алланың алдында бетім ұялмайды деп сол шаманы айтып жатыр. Яғни Алланың алдында барғанда, хақ қасында тұрғанда шамам келмейді деп айта аламын деген шаманы айтып жатыр. Сонда осы шаманы, бауырлар, тақуалыққа жұмсау керек. Солардың біреуі адал тамақ болса, біз, мысалы, базарда жасаймыз, біреудің қолында, немесе өзіміз бастық болып жасаймыз. Бірақ осының арасында тауып атқан малымызға кейде көңіл бөлмейтініміз көп. Кісі ақысы бар, Алланың ақысы бар, зекетіміз бар, садақамыз бар. Мұның бәрін араластырып жібереміз. Арамнан таба салсақ айтпаймыз кейде. Сол жақсы нәрсе деп ойлаймыз. Соған үйретеміз кейде балаларымызға. Баламыз, мысалы, сол арам ақша ғой, алмай-ақ қояйын десе, бір тап-таза болып қалдың ба, жұрттар жеп атыр ғой деп ақыл айтатын ата-аналарымызда табылады. Жұрт алып атыр ғой, сен де ала салсаң нең кетті? Тап-таза болып қалдың ба, енді сонда елден ерекше болып дейді. Халайық, елден ерекше деген қалай ол? Сонда ел жардан құлады деп бізде құлаймыз ба? Бабаларымыздың, ұлыларымыздың соңынан ермейміз бе? Ұлы сахабалардың соңынан, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның соңынан ермейміз ба? Адам деген алдында кетіп баратқан адамның соңынан таңдамай еріп кете бермейді ғой? Бәлки еретін адамды таңдауымыз керек қой, халайық. Мынау адам маған лайықты, мынау адамды таңдасам екен, анау адамды дұрыстап таңдасам екен деп таңдап барып ермейсіз бе сол кісінің соңынан? Сондықтан жейтін, ішетін тамақтарыңызға қатты көңіл бөліңіздер. Өйткені Алла тағала бұл нәрсе туралы сіздерден сұрайды. Осы шайтанның кіретін терезелерінің біреуі көз. Көз жайында кішкентай тоқталғым келетін мәселелер бар. Көз, сол көзді үш нәрсеге қаратпаған жақсы дейді ғалымдарымыз. Біріншісі шахауат. Күнә нәрселерге. Күнә нәрселерден көзді тыйғанымыз абзал. Қазір көктем болды. Адам баласы керісінше ғой. Ағаш бишара көктем болды деп ұят жерлерін жабады. Ал адам көктем болды деп ұят жерлерін ашады. Соны намазхандар, молдекеңдер көзімен шығарып салады. Осылай болып жатыр қазір. Бір қарауға рұқсат дегенді тауып алады да, бір қарағаннан шығарып салады соны. Болды. Көз алынбайды да, бірақ қаралады ол. Халайық. Біреу күледі, ертең көзіңізге дозақтың шоғы басылса қалай күлесіз? Шыдай аласыз ба соған? Білесіздер, бұл әңгімені көп адамдар айтады. Әжептер ұстаздарымыз да осыны мысал келтіретін. Бір қыз бала бір қатты жаңалдегі жолдан адасып,
үйіне келе жатқанда. Ит қуады ма, аң қуады ма, әйтеуір басқа жаққа кетіп қалады. Содан лағып жүрген кезінде бір шеттен үй көреді. Ол үйде білім іздеп жүрген бір адам бар екен. Сол үйді есігін қағып, рұқсат сұрайды. Енді адам баласысың ғой, мені бір түнет кіргіз үйіңе. Мында ит бар, құс бар, қорқамын дейді. Содан әлгі кісі жоқ деп айтайын десе, өзі бойдағы жігіт екен. Бірақ жоқ, кірме деп айтайын десе, анау қыз өледі. Кір деп айтайын десе, жүрегі өледі. Қиналады сомен, қайсысына дейді да, адам баласы ғой, кіргізейін. Кіргізеді да өзі теріс қарап отырады. Ертеңіне қыз бала үйіне барады, ата-анасы іздейді. Іздеп қызынан сұраса, қыз айтады, жақсы, осындай бір кісінің үйінде болдым, маған тырнағын да тигізген жоқ. Сондай бір жақсы тақуа кісі екен. Мен ұйықтап жаттым, бірақ қорқып жаттым, шала ұйқыда болдым. Бірақ ол сол бұрышта отырған күйі таң намазына бірақ тұрды дейді да. Содан онда оған рахметін айтайын деп, әкесі бейшара қолына анау-мынау сыйлықтарын алып барып, әлгі адамның үйінің есігін қақса, қолына дәке ораған бір кісі шығады. Не болды деп, жаңағыдегі осындай рахмет деп айтып тұрып, мына қолыңның дәкесі не дегенде, түнде осы қызға қарамаймын деп жүрегіммен күрестім. Сол күрестің себебі ғой депті. Қалай десе, алдымда шырақ тұр еді. Сол шыраққа бармағымды басатынмын дейді. Күйеді ма деймін дейді. Күйеді. Сосын нәпсім айтам дейді. Дозақтың отын еске түсір деймін дейді. Қайтадан тиіш отырам. Сәлден кейін қайтадан жүрегіме шайтан келгенде тағы да отқа басам. Таңға шейін осылай қолымның күйгенін байқамаппын деген екен. Жаныменен арпалыста болған. Біз ше, әйелдің басқа ашық жерлеріне қараймыз. Ол тек еркектерге емес. Жоқ, әйелдерге де айтылған Құрандағы үкім бар, е? Мұмин әйелдерге де, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айт, олар да көздерін тыйсын дейді. Көп әйелдерде осындай түсінік бар да. Әйелдерден еркектер тыйылу керек дейді да. Еркектер қарамаса болды дейді. Біз қарай береміз да. Жоқ, ондай емес. Әйелдерге де еркектерге қарамауға Алла Тағала бұйрық береді Құранда. Пайғамбарымыз арқылы. Көзді тыймаған адам ертең Алла Тағаланың алдында қалай тура қарап тұрады? Мән хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хауа фа иннал джанната хиял мауа дейді Алла Тағала. Кім-де-кім Алланың алдында тұрудан қорқса, және сол қорқынышпенен өзінің ісін тыйса, ол кісінің орны жәннат дейді. Шахуаттарға, түр-түрлі адамның қалау, жаман түрлі ойларына адам көзін тыйған абзал болады. Біреудің жақсы амалдарына қызғанышпен қарауды да көз тыю болып саналады. Бір жақсы амалдарды көрсеңіз біреуден, көзіңізді тыйыңыз, Аллаға мақтау айтыңыз. Маған да сондай сыйласын деп өзіңізге тілек тілеп, бірақ әлгі кісіге кемітуін сұрамаңыз. Көз тыюдың тағы бір сатысы адамдарды жек көру көрінісіменен қарау. Кейбір бауырларымыз бар, намаз оқиды, білім ізденеді, бірақ білім ізденбеген адамға менсінбей қарайды. Өткенде де айттық, сонда ол кісінің оқыған намазы, ол кісінің оқыған білімі тәкаппарлық алып баратын болса, онда ол білім, оқыған намаз қандай болады? Шайтани болмай ма? Шайтани болмай ма? Өйткені шайтан емес па сөйтетін? Ана хайрун минх дейді. Мен одан абзалмын дейтін шайтан емес па? Яғни сіз намаз оқып алып, намаз оқымайтынды аузу билля десеңіз, егер жеркенуменен айтсаңыз, төмен көруменен айтсаңыз, сіздің жүрегіңізде тәкаппарлық бар. Аяуменен айтсаңыз, онда бөлек болады.
аяу керек оны. Хидаятын табамай жүр ғой ол. Жан асырлықпен айту керек оған. Сіз бұл нәрсеге қалай келгеніңізді білмейсіз ба? Сонда Алла ғой сізге берген. Ал берсе ала алмайды деп ойлайсыз ба? Астағфирулла. Бергенін Алла аламай ма? Көргенбіз қанша он. Не бір намазхандар бар. Қанша жылдап намаз оқып, кейін намазды тастап арақ ішкендерін. Көргенбіз қандай адамдардың. Неше түрлі адасқандарын. Астағфирулла. Екінші бір адамға өзінен төмен көзқараспен қарау деген қалай болады? Екінші бір адамға сондай бір жаман көзқараспен, жақтырмай, мына бір бейшара ғой деген көзқарас, осы көздің шайтанның кіретін орны болады. Өйткені шайтан ең бірінші күнәсін шайтан болып аталу үшін осы тәкаппарлықпен келді. Ал сол тәкаппарлық көзден кірді адамға. Мен одан абзалмын деді. Намаз оқып қойыпты ол. Ораза тұтып қойыпты. Кішкентай бір нәрсе жаттап қойыпты. Білімі үйреніп қойыпты. Сонда оның қай жері артық? Халайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Инна акрамакум индаллахи, не дейді? Атқакум дейді. Расында да Алланың құзырында сіздердің ішіңізде абзалыңыз тақуалығыңыз дейді. Тақуалық деген сізге кішіпейілділік, тақуалық деген сізге мейірім, тақуалық деген сізге басқа адамға деген аяныш деген нәрсені алып келу керек. Яғни екінші бір адамға мейіріммен қарау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның айтылған нәрселері көбе, білесіздер, тарихта келтіреді. Бір әйел кісі базардан бір заттарын көтеріп барады екен үйіне қарай. Сөйтсе бір жас жігіт, жас емес енді, орта жасар жігіт келіп, жәрдем беріп, келіңіз, апа деп, иығындағысын алып, көтерісіп, жаңалдегі үйіне шейін апарса, әлгі кісі мәз болды. Мына қандай тамаша болды. Деп, рахметін айтып, жаудырып, сосын айтып, айналайын. Мен саған сол бір нәрсені айтайын деп едім. Не еді ол? Қандай нәрсе? Осы елде бір азғырып жүрген Мұхаммед деген біреу бар екен. Соңынан ерме. Ерсең адасып кетесің екен. Десе, сол Мұхаммед менмін ғой депті. Қарасаңшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны кәфір деген жоқ қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біреуді, басқа бір дінсіз адамды жек көріп, жеркеніп, оны бір аяғының астындағы нәжес қылып көрген жоқ. Қазір кейбір бауырларда сондай сөз бар. Яғни бүйтіп амандасады екен. Жаңа ассаламу алейкум десе, уа алейкум дейді екен да, ішінде нәжас деп айтады екен, ішінен. Әдемі сөзі, өзі таза екен да, жұрт нәжес екен. Қараңыз, өзі пәк. Себебі өзі айтады. Пайғамбарымыздың хадисі бар, мен адам нәжес болмайды дейді. Болды, мен тазамын дейді. Ал қалғандардың бәрі мүшрик болғасын, ол нәжас дейді. Рас, Құранда айтылған иннамал мушрикуна нәжас деген. Бірақ мағнауи нәжас. Бірақ Құран-ы Каримде тағы да аят бар. Сіздерге қарсы шықпаған адамдарға, исламға, Аллахқа қарсы бір дұшпандық жасап шектен шықпаған адамдарға әділеттік жасағандарыңызға рұқсат деп айтады. Әділеттік, бәлки сіздің жақсы қайырлы амалыңыздан сол кісі ислам қабылдайтын шығар. Бәлки сол сіздің қайырлы амалыңыздан ол кісі исламның дәмін сезетін шығар. Ал бірақ егер сіз жаңалдегендей көзқараста болсаңыз, сізге біреу келіп, ой шіркін-ай, сондай тамаша жігіт екенсің, жұрттың бәрін бүйтіп қарап тұрып, жаңалдегі мешітке де сөйтіп кіріп келеді ғой, кейбіреулері. Екі қол деген екі жақта қанат, бұт деген талтайып тұр, ана кісі бір күресетін неге кіріп келе жатыр да? Алланың үйіне емес, ол күресуге, бір разборкаға кіріп келе жатқандай кіреді. Ла тамши фил арды мараха дейді. Жер бетінде тәкаппарланып жүрме дейді.
Өйткені сен талтаңдап басқанда жерді тесіп жібермейсің дейді. Иығыңды көтергенде тауларға жете алмайсың дейді Алла Тағала. Бірақ осыны намазхан адамдар қылғанда не істейсіз? Намазхан адамдардан көрген кезде қалай қыласыз? Ойлаңызшы, сонда сол намазхан адамды, сол тәкаппар екінші бір адамды жек көріп бүйтіп өзін жоғары қойған адамға қарап бір адам қызығып ля иляха иллаллах Мұхаммад Расул деп кәлима айта ма? Сөйтіп айта ма? Қашады теріс бұрылып. Қашады. Пайғамбарымыздың яссиру вәлә туассиру, баширу вәлә тунаффиру деген хадисіне дұрыс келмейді бұл. Жеңілдетіңдер, қыспаңдар. Қуанышты хабар айтыңдар. Қашыртпаңдар дейді діннен. Біз бір адамға жаман көзбен, бір төмен көзбен қараймыз деп осыншалықты жағдайға барамыз. Көздің ішіндегі тағы бір айта кететін нүкте дүниеге ұлылықпен қарау. Иә, дүние қолыңызда болсын, бірақ оған қызығумен қарайтын намазхандар да жетіп жатыр. Кейбір бауырларымыз, астағфирулла, намазды біреу жұмыс беріп атқан үшін оқып жатыр. Яғни, жұмыс беруші бастығы намазханда, сол үшін ол не болады? Ол да намазхан бола салады. Ертең сонда ол бастығы намаздан шығып кетсе, бұл да шығып кетеді сонда. Бұл Алланың құлы емес. Бұл әлгі адамның немесе ақшаның құлы. Өйткені оның жүрегіне дүние кіріп кетті. Дүниеге деген ұлылау көзбен қарады. Тамаша көзбен қарады. Дүниені таппа демейміз. Іздеңіз, жұмыс іздеңіз. Бірақ дүниеге деген құнығып, қызығып қараудың қажеті жоқ нәрсе. Қызығып қарасаңыз, сол жерден шайтан кіреді сізге. Сол жерден кіргеннен кейін адам дүниеден ұшады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Даджал туралы айтады. Даджал деген лаин келеді, пәлен күн болады жер бетіне. Осындай деп хабар берген хадистерінің бірінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Ол кісінің соңынан адамдар ереді. Ерген адамдардың барлығының жағдайы болады. Ақшалай жағдайы, дүниеде жағдайы болады. Ермеген адамдардың жағдайы болмайды дейді. Сонда кейбір мұсылман адамдар жағдайының қиналғанынан алдына барып, сен құдайсың деп, өзінің дінін сатып атқанын көресіңдер дейді. Ол даджал келмей-ақ сатып атыр дүниеде адамдар. Даджал келмей-ақ сатып жатыр. Ертең келсе не болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Мен сендердің кедей болып, түк таба алмай жарлы болып қалуларынан қорықпаймын дейді. Өйткені пайғамбардың заманында да солай кешті. Кедей адам қиыншылықты көргеннен кейін сабырлырақ болады. Бәлки мен сендердің дүние тауып, бір-бірлерінен мойындарыңнан қылышпен ұрудан қорқам дейді. Адамды дүние құртады. Құртқанда да. Адамды ақша, тиын құртады. Бір күні Омар радиаллаху анху Мысырға өзінің уәлилерінің бірі етіп адам сайлап іздейді. Сөйтіп Амр ибн Асты шақыртады алдына. Сөйтіп қолына хат береді. Міне, осы жерге барыңыз десе, астағфирулла, Омар, мені бұдан құтқар десе, Омар ашуланып тұрып айтады. Бауырлар, сонда халифалық жүгін мен өзім сұрап алдым ба? Сендер менің мойныма сол жүкті арттыңдар да көтеріспеймін дейсіңдер ма дегенде, сосын барып басын иеді. Сол жүкті көтеруге. Содан сол хатты алып Мысырға барады. Бірнеше уақыт тұрғанда Омардың артынан бірнеше уақиғалар болады сол адам туралы. Біріншісі ойландырғаны. Арқасынан хат келеді. Біз бұл кісіден 3 түрлі бір ерсі қылықтар көрдік. Қандай қылықтар?
Біріншісі, әр бейсенбі күні кеш шығады намазға. Күндіз өзінің жұмысына, мысалы, сағат 9-да келу керек па, ол кісі сағат 12-де келеді дейді. Бір. Екіншісі, түн болған кезінде есігін ашпай қояды. Біз адамбыз ғой, шаруамызбен келіп тұрсақ, ол кісі есігін ашпайды дейді. Үшіншісі, анда-санда талып қала береді дейді. Осындай 3 түрлі арқасынан шағым түседі. Сол шағымды ойланып тұрған кездерінде зекет тарқататын уақыт келеді. Зекетті тарқатайын деп тұрған кезінде әлгі кімнің өзі келеді? Амр ибн Астан атпен келіп, атты біреуден алған едім деп. Тағы да атты біреуден сұрап алған, өзінің де аты емес. Қал дегенге қалмай, қолындағы зекет алушылардың тізімін тастап кетеді. Содан тізімді ашып қараса, алғашқы 5-тікте сол кісінің аты тұр да. Күмәнданады ғой, бір Мысыр өлкесінің әкімі зекет алады. Зекет алады. Күмән тудырады. Бұл қалай бұл зекет алады? Сөйтеді да, зекет берушіге ақшасын беріп, зекеттердің бәріне тарқатып шығатын жерге апарда, бірақ мынау Амрдікін жеке апар дейді. Бармастан бұрын мен рұқсат бердім. Халифаның рұқсаты міне мөр тұр. Сонымен барасында үйінің сыртынан қарайсың дейді. Егер әл ауқаты жақсы адам болса, қолыңдағыны берме, қайтып кел ізіңше дейді. Егер әл ауқаты жоқ болса, қолыңдағыны бер дейді. Сөйтіп қайтып келгенде не болғанын көр дейді. Содан алып барып зекеттің барлығын бір өзінің жаңағы не дейді, контор дейді ғой енді, сол жеріне апарып тапсырады. Оларды өз жағы ары қарай тарқатады өздері. Ал бірақ сол жердің әкімінің зекетін өзі бөлек алады. Сөйтіп үйіне барып қараса, үйінің бір бұрышында әйелі екеуі жамап отыр. Аулада бір тышқақ лақ жоқ, ат түгіл. Бос. Балалар ойнап жүр, жыртық киіммен. Ауланың ең шеткі бұрышында қазан тұр. Тіпті жанында отын да жоқ, қайнамаған да ол қазан. Тұр, қазан да ол, үй болғаннан кейін қазан болады. Болды, басқа дым жоқ та, осы үй. Содан үйіне түсіп, мынау сізге халифа берді дегеннен кейін бұл кісі айтады, менің бұл дорба алтында алатындай қалтам да жоқ дейді да. Сөйтіп киімін қайтадан жыртып, сол жерде сол қалтаны алып қалыпты. Әлгі адам шабарман түнеп қалса, таңертең тұрып, жұрттарға жаршы кеп жүр дейді. Әкім мал тарқатып батыр, әкім мал тарқатып батыр деп. Жұрттың кедей жарлылар бәрі барса, тарқатып жіберіпті. Тарқатып жіберген ақшаны сұраса, кешке беріп кеткен ақшада, яғни бір тиын алып қалмаған өзіне. Өзі мұқтаж, бірақ бір тиын алып қалмаған. Өзі зекет алуға ақысы бар. Зекет алуға ақысы бар, бірақ зекет алмаған. Содан арқасынан іздеп барады Омар. Іздеп жүріп, сол Мысыр өлкелерінің мешіттерін аралайды бірінші. Кімге барардан бұрын, досына барардан бұрын. Сол аралап жүріп, әр мешіттен сұрайды, бұл адам қандай адам еді, қандай адам еді. Бәр жерден жақсы сөздер естеді, тек бір мешіттен ғана бір адам тұрып айтады. Әлгі 3 шағымды қайтадан оқып бергендей айтып береді. Түнде тұрмайды, бір күні аптасына бір күн жұмысқа кешігіп келеді, және анда-санда талып қалады дейді. Содан сол мешітке сол әкімнің өзін шақыртады. Шақыртқаннан кейін Омар сұрақ сұрайды, халыққа мына 3 мәселе туралы айт дейді. Амр айтады, мен айтпаймын дейді. Айтатын болсам, мені жұмыстан босатасың дейді. Уәде дейді да, уәде бер дейді. Омар амал жоқ, мына жердегі тыныштықты басу үшін жарайды деп сөз береді. Сөз бергеннен кейін барып айтады. Бірінші, менің үстімде бір ғана көйлегім бар дейді. Соны бір апта кием дейді. Әйелім ауру,
Соны таңертең соның киімін де өзімнің киімімді де жуам, сол кепкенше күтем түске дейін дейді. Түске дегдігеннен кейін шала кебе соны киіп жұмысқа барам дейді. Бірінші жауап дейді. Екіншісі, мен күндіз Алланың пенделерінің қызметін жасаймын. Сол үшін есігім ашық. Бірақ кешке сол пенделердің егесінің қызметін жасаймын. Сондықтан пенделерінің есігім жабық деген екен. Яғни түнімен намаз оқып шығады ол кісі. Түнімен құлшылықта отыратын болған. Анда-санда талып қалатыным, бір күні пайғамбарымыздың жақсы көретін Құран жаттаған қарыларының бірі Хаббаб ибн Арат деген бір сахаба. Біздің о кезде дейді, мен жахил едім, кәфір едім, алдымызға ұстап алып келінді дейді. Ұстап келгеннен кейін халық бұны өлтірейін деп тұр әлгі сахабаны. Сахаба айтты дейді, рұқсат берсеңдер, мен 2 ракағат намаз оқиын деп. Сонымен 2 ракағат намаз оқыды. Қандай тамаша намаз десеңізші. Намаз оқып бола салысыменен айтты дейді, мен көбірек оқитын едім, бірақ сендер мені қорқақ демес үшін жеңіл етіп оқыдым деді дейді. Сөйтті да қолын жайып, Аллахум ахсихим адада, вақтулхум бадада, вала тубқи минхум ахадан абада деп айтты дейді. Я Аллахым, осы жердегі барлығының есебін ал, біреуінде қалдырмай өлтір. Және еш қайсында арқасынан қойма деп айтты дейді. Мен соның арасында тұрған едім дейді. Сол сахабаның осы дұғасы есіме түссе, Құдай тас төбемнен ұратын адамдардан екенмін ғой деп талқылаймын деген екен. Сондай пайғамбардың сүйген сахабасын халық жұлмалап өлтірді дейді. Мен бірақ шетте тұрдым. Жұлмалап біреу құлағын тартып кәдімгі қолменен жұлып алып жатыр дейді. Біреу саусақтарын кесіп жатыр пышақпенен майдалап дейді. Сөйтіп жатқан шағында біреу мазақтап айтады дейді. Мұхаммедтің сенің орныңда болғанын қалайсың ба десе, бір тал шашы да менің орнымда түспесе екен деп тілеймін деген жауаптарын естідім деген екен. Осылай өлді ол сахаба. Мен соның көзінің алдында қарап тұрдым. Сол сахабаның дұғасы маған тие ма деп қорқам дейді екен. Осылай 3 жауап айтады. Сол 3 жауаптан кейін үйіне ертіп барады Омарды. Омар айтады, үйіне алып барсай көректі деп қоймағасын үйіне барады. Үйіне барса, кіргізсе үйіне. Үйі бос, көрпеше жоқ, бір бұрышында бір тулақ бар. Тулақ деген білесіздер ма? Малды соятта, сыртын аударып, жаңа терісін алғаннан кейін, сол терісін тұзбенен немесе топырақ сеуіп тастайды, қатып қалады, тері болды, соны жаңа жамылып, жаңа көрпеше орнында қолдана береді. Соны тулақ дейді. Қатырылған тері да. Сол тулақтың орнынан басқа ешнәрсе жоқ дейді. Сол жерде бала шағасымен ұйықтайды да. Әйтеуір жиналып, басы тие ма сол тулаққа, біреудің қолы тиіп жатыр, әйтеуір қалған жерде жатады. Сол тулаққа бізді отырғызды да өзі жанынан қатқан, көгеріп кеткен 1-2 нанды алып келіп бізге қойды дейді. Сөйтіп бұрыштағы бір май ыдысты алып келіп ашып, мынада май бар еді, бірақ жанына, нелеріне, соның қабырғаларына жағылып қалған, нені сүйкесеңіз, нанды кішкентай майланады. Осыдан алыңыздар, мен сіздерге су алып келем деп, суға кетті дейді өзі. Судан келгеннен кейін Омар көзіне жас алып айтты дейді. Ей Амр, сен сияқты жігіттер ғой бізге белбау болып жүрген деп айтты дейді. Болмаса дүниенің соңынан еріп кетер едім дегені ғой. Омарға дүние төгіліп жатыр. Кімсің халифа, кімсің Омар? Бірақ сондай достарының арқасында ол белбаулы болып жүрді. Дүниеге ол кісі ұлылықпен қараған жоқ. Міне пайғамбардың мектептерінің біреуі Али былай деп айтады екен: ей дүние,
дүние, мен сені 3 рет талақ қылғанмын, кет ар дейді екен. Тас кедей адам болған. Тас кедей адам болған. Өмірінде дейді, Али сұрапты, әке, балалар сұраған ғой. Сіз дүние іздеп көрдіңіз, бір қызық көрдіңіз ба десе, қызыққандай болдық депті жас кезімізде. Пайғамбардың қызы екеуміз, яғни Фатима менен. Екеуміз бір күні Фатима қатты қиналғаннан, Фатима пайғамбарға барып, әкесіне барып, қызметші сұрағысы келді дейді. Сөйтіп барып еді, әкесі жоқ екен. Сосын кетіп баратып, өзінің аналарының біреуіне айтып кетті, әкем келсе сәлем айтыңыз, қызы кеп кетті деңіз. Маған бір қызметші керек еді, егер құл түсіп жатса, бөлініп жатса, бізге де бөлсе екен деп өтініш қылды деп айтып кетіпті. Содан кешке ұйықтап жатсақ, есік қағылды дейді. Кім екен десек, мен ғой деп пайғамбарымыз айтқасын, келіңіз десек, жата беріңдер деп, екеміздің жатқан жерімізге келіп отырды дейді. Сол кісінің аяқтарын созып отқанда, табанының мұздайлығы менің қарнымнан өтіп баратқан еді дейді. Яғни Алидің жанына отырды да. Сөйтіп отырып, былай деді дейді, қызметші сұратыпсыңдар, рас па? Иә, мына келіншегім, мына бала шағасын қарай алмай, бір жағы үй шаруасы бар, ауырлап, қиналып жүр. Соған бір кішкентай қолғабыс болатын, балаларым да майда еді, соған енді қызметші іздеп сізге барғандай болып едік депті. Сонда пайғамбарымыз, одан абзалырақ нәрсе айтайын ба дейді. Айтыңыз, я Расулалла, айтыңыз дегенде, жатар кезде 33 рет Субханалла, 33 рет Альхамдулилля, 34 рет Аллаху Акбар десең, саған қызметшіден де абзал деген екен. Болды. Бұдан кейін дүние іздеген емес Али. Дүниені бәлки талақ еткен. Халайық. Енді ол үлкен ұлы сахабалар болмасаң да ұқсап бақ дейді. Ұқсасаңыз, еш болмағанда, ұқсасақ екен. Дүниеге деген бір ұлылау, дүниеге деген бір мақтау көзқарасымен қарауды қойсақ екен. Шіркін-ай, мынадай үйім болса екен, шіркін-ай, мынандай затым болса екен деп емес. Одан гөрі, шіркін-ай, көбірақ намаз оқысам екен, шіркін-ай, көбірақ білім іздесем екен, шіркін-ай, көбірақ садақа беріп, көбірақ зекет беріп, исламға қызмет қылсам екен деп армандаңыз. Көз, бұл тыйылуы керек болған міндет. Неге екенін айтайын ба? Халайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келетін хадис бар. Қиямет күні әрбір мұсылман адам Тағалаға қарап тұрады. Кәдімгі 14 күндік айдай сіздер алдарыңызда айды көріп тұрсаңыз, сіз де Алла Тағалаға солай анық өзіңіздің көзіңізбен көріп тұрасыз. Сондай ұлы зат, сондай рахман затқа қарайтын көзіңіз қалайша күнәға толу керек? Қалайша сол көзбенен сіз, Аллаға арнаған көзбенен қалайша сіз күнәға қарайсыз? Қалайша сол рахманға қарайтын, сондай бір керемет нұрға бөленетін көзді дозақтың отына қиясыз. Бір кісі намаз оқиды екен де жылайды екен. Содан көзі нашарлағаннан бір дәрігер келіп бұның көзінің нашарлығын дұрыстап айтайын деп, енді жыламаңыз, көзіңіз соқыр болады десе, әлгі адам айтыпты, мен егер Алланы көре алмасам, бұл көздің не керегі бар? Ал егер көретін болсам Алланы, онда бұндай көздің 100-і оның жолында құрбан болсын деген екен. Дәрігер еш нәрсе істей алмай шығып кетіпті дейді. Халайық, жаз келді, көзіміз жан жаққа жүгіріп жатқаны қалай? Біреудің әуретіне, айыбына қараймыз. Онысы аздай, тіліміз бен құлағымыз оған қосылатыны қайда?
Бұның барлығы шайтанның кіретін орындары ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерлердің бәрінен қайтарған емес па? Тирмизиде келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан харам нәрсеге қарамаған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан харам нәрсені естімеген, харам тамақ жемеген. Бір күні Абу Бакр радиаллаху анхудан сондай уақиға бар. Қызметшісі Абу Бакрдың тамақтан қиналып жатқанын көреді да, бұған бір тамақ алып кеп берейінші дейді. Сол тамақ алып кеп берейін деп қиналғаннан баяғы кездері есіне түсіп, сол кездерде бір палшылық қылып па, сондай дүмшелік қылып жүрген кез екен. Сөйтіп жүргенде біреуді ем-дом қылып, әйтеуір бір өтірікпенен мал тапқан кез екен, бірақ ол малын бере алмай қарыз болып қалған екен. Содан бір күні берерсін деп есіне түсіп, соны барып алып келеді да. Ол да бере салыпты. Абу Бакрдың алдына піскен ет келеді. Сол етті жеп бірақ қана асайды. Сөйтіп жеп, соны жұтар-жұтпас сұрайды. Айтқандай, бізде ет жоқ еді ғой, бұл қайдан дейді. Сонда әлгі кісі есіне түсірді, мен бая палшы болып жүрген кезінде тапқан ақшам бар еді. Соным есіме түсіп кетіп, соны алып келдім дегенде, Абу Бакр шығып дереу құсып атыр дейді сол тамақты. Бірақ қаяқта аш қарын. Одан басқа еш нәрсе жеген жоқса, бір ғана асаған ет. Шығарамай қиналса, ей бейшарау, сумен іш дегесін, арқасынан суды ішіп, ананы құсқанша сол жерде отырыпты. Ақыры құсып тоқтапты. Сосын айтқан екен қызметшісі. Не болды сізге сонша? Өлетін болдың ғой дегенде, осы лұқмаменен, осы бір асам етпенен жаным шықса, жаным шықсын. Мен пайғамбарымыздан естігенмін, егер адамда арамнан ет пайда болса, сол арамнан пайда болған ет дозаққа күйгенінше ол кісі басқа жерге бармайды деген. Осылай болған сахабалар. Арамнан тыйылған көзінде, құлағында, аузында, тамағында. Біз қайдамыз бұл амалдан, жүрегіміз қайда сол үшін. Сол үшін ғой оқыған намазыңыз далада болатыны. Сол үшін жаттауыңыз келмейді, сұрайды. Молдеке, осы Құран жаттағым келеді, бірақ миыма тұрмайды, қалай болады дейді. Имам Шафииде әдемі өлең бар сол туралы. Өзінің ұстазынан сұрапты дейді. Ұстазына барып, құрметті ұстаз, мен кітапты бір көргенде жаттайтын едім, енді екі көргенде жаттайтын болдым, бұл не бұл деген екен. Сонда сен арамға қарағансың, ал бұл білім нұр, ал арам зұлмат. Білім тек жақсылыққа ғана, нұрға ғана барады, ал күнәға бармайды деген екен. Сонда бір желді кезде жанынан өтіп баратқан әйелдің балтыры ашылып қалғанға көзі түсіп кеткеннен жаттау қабілеті нашарлапты дейді. Ал енді сонан соң кейбір адамдар мен Құран жаттай алмаймын деп бармағанды істейді. Бұл қалай дейсіз сосын? Сөздің соңында жинап айтатыным, екінші бір жүректің терезелері бар. Ол мағыналы терезелер. Сол терезелердің аты хаватир деп аталады араб тілінде. Адамның жүрегіне келетін сезімдер, ойлар. Сол ойлар бірнеше түрге бөлінеді. Ғалымдарымыз соны 4-ке бөліп айтады. Біріншісі хадасун нафс. Адамның нәпсісінің сөйлеуі. Бұны хауа деп атайды. Нәпсі хауа деп айтады ғой. Адамның өзінің нәпсісінің сөзі. Екіншісі шайтанның уәсуәсі. Үшіншісі періштенің жүрекке салғаны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда Хасан хадис келеді. Бір адам бір амал жасайын деп тұрғанда бір періште келіп, жаса бұл амалды, бұл жақсы амал деп үндесе, екінші жағынан шайтан келіп, бұл жаман амал, бұны жасама деп сауап амалдан қайтарып жатады дейді.
Сол хадиске қарай айтылатыны адамды кейде жақсылыққа періште де шақырады. Және төртіншісі Алла тағаланың илхамы. Фаалхамаха фуджураха ва тақуаха дейді Алла тағала. Адамға біз жүрегіне жамандығын да, жақсылығын да илхам еттік деп айтады. Осы мәселелер адамның жүрегінде қайсысы қандай екенін білу үшін ғалымдарымыз таразы қойған екен. Таразының біреуі қайсысы жақсы, қайсысы жаман екенін ажырату. Екіншісі, жаманның ішінде бұл қайсысы шайтанның айтқаны ма, нәпсінің айтқаны ма, жақсысының ішінде қайсысы рахманның айтқаны ма, періштенің айтқаны ма, соны ажыратуға таразы қойған екен дейді. Сол таразы жөнінде және осы төрт адамның жүрегіне келетін ой жөнінде иншалла келесі сабақтарымызда айтамыз. Қорыта айтатыны бауырлар, бүгін біз жүрек және оның тазалығы жөнінде әңгіме бастадық. Жүректің тазалығы әрбір мұсылман адамға керек және міндет амал. Онсыз сіздің ғибадатыңыз дұрыс болмайды. Пайғамбарымызда хадис бар. Инналлаха ла яқбалу дуаан мин қалбин ғафилин лахин. Алла тағала лағып жүрген жүректен дұғаны қабыл етпейді. Яғни ғибадатты қабыл етпейді. Бір. Алла тағаланың қарайтын жері қай жер? Жүрек. Алла тағала сіздердің түрлеріңізге, денелеріңізге қарамайды. Жүректеріңізге, амалдарыңызға қарайды деген сөзі бар. Яғни Алланың қарайтын орны. Яғни сіз ойлаңызшы, уалиллахил масалул а'ла, Алла тағала әлбетте ол мысал бола алмайды. Сіз бір жақсы көретін адамыңызға кездесуге барсаңыз, үстіңізге әдемі киім киіп, үстіңізге әтір жағып тазаланасыз. Өйткені соған көзі түседі дейсіз, дұрыс па? Ал Алланың көзі түсетін жер қай жер? Жүрек болса, онда сіз бірінші орында үстіңізде емес, бірінші орында жүрегіңізді тазаламайсыз ба? Ал сол жүрек тазаланғанда, ол әшейін күніге сыпырып, сауап амалдар менен тазалай бергеннен тазаланбайды. Халықта сөз бар, тазалық ол тазалайтын жерде емес, тазалық ол жер ластанбайтын жерде дейді. Яғни адамдар мусор тастамайтын жерде тазалық болады. Тазалайтын жерде тазалық болмайды. Сол сияқты егер бір бөлме болып, соның іші шаң болса, соны қанша тазаласаңыз да, егер терезелері ашық болса, ол кетпейді. Дәл сол сияқты, сол жүректің терезелері жайында айтып кеткен сөздеріміз еді. Біреуі құлақ, біреуі көз, біреуі тіл, ауыз. Сол терезелерге бекем болсаңыз екен, шайтан менен сол жерлерде сіз күрессеңіз, жихад қылсаңыз екен. Сол адамға кіретін терезелердің біреуі мағыналай терезелер. Ол терезелер жайында әлі де айтамыз. Қорытып айтатынымыз, адамның жүрегі бір амалға үндеместен, яғни қандай да амал бізді жәннатқа алып кіретін болса, сол амалға бұйрық болатын адамның жүрегі болады. Ондай болса, сол жүрегі екі нәрседен, түсініктен тұрады. Біріншісі түсінік, бір амалды түсіну болады. Яғни екіншісі соны қалау. Сол нәрсені түсініп, қалағанда ғана амал орындала береді екен. Сөз соңында айтатын бауырлар, жүрегімізді тазартайық. Нәфіл амалдар, нәфіл намаздар көп оқыңыз. Парыз амалдарыңызды бұның жанында тастап кетпеңіз. Мұсылман бауырларға тәкаппар болмаңыз. Бәлки жаныңыздағы бауырларға кешірімді, жұмсақ көңілді, намаз оқыған сайын, білім іздеген сайын сіз кішіпейіл, тәкаппарлықтан қашатын жаныңыздағы Аллаға сәжде қылған адамның бәрін бауыр дейтін адам болуыңыз міндет болады екен. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.